Hello children, how is it going? Now let's start today's lesson. Open your book on page 116. Қайырлы күн балалар, кітабымыздың 119 бетін ашамыз. Бүгінгі тақырыбымыз buying souvenirs, яғни сувенирлер сатып алу деп аударылады. Осы беттегі барлық жаттығуларды менімен бірге орындаңыздар. Exercise 1. Listen and repeat which words are stressed. Яғни тыңдаймыз және оқимыз, қай сөздерге буын түседі, екпін түседі. What can I do for you? I want to buy a souvenir. What about this cap? How much is it? It's $15. Here you are. Қай сөзге түсіп тұрған балалар сіздерге қалдырдым. Осыған қарап жазып алсаңыздар болады. Екінші B. The sentence above you are from a dialogue at the shop. Who says each sentence? The shop assistant, the customer. Яғни сатып алушы мен сатушының сөздерін бөліп жазыңыздар деген. Балалар сіздерде дұрыс нұсқасын жазып шықтым. Қарап алсаңыздар болады. Кез келген дүкенге барған кезде сатып алушы мен сатушы арасында диалог болады. Сол диалогты осылай бөліп қарастырып жазыңдар деп бізге осындай тапсырма беріп отыр балалар. Осыған қарап жазамыз. Next exercise 2. Read again. What is Mary buying? Shop assistant. Good afternoon. What can I do for you? Қайырлы күн, мен сіз үшін не істей аламын? Good afternoon. I want to buy souvenir. Қайырлы күн, мен сувенир сатып алғым келіп тұр. What about this cap? Мынау кепка қалай сізге? It's very nice. How much is it? Ол өте әдемі. Ол қанша тұрады? It is $15. Can I have one, please? Мен біреуін алсам болады ма? Sure, that's $15. Yeah, алсаңыз болады. Here you are. Here's the change. Have a nice day. Мені ұстаңыз. Сізге керемет күн сыйлаймын дейді балалар. Екінші B. Read the dialogue alone, mind the intonation. Яғни тағы да бір оқып, интонацияға мән беріңіздер дейді балалар. Next exercise 3. Say the sentence in exercise 1 in a language. Яғни бірінші жаттығу бар ғой, сол жердегі сөздерді өз тіліңізде айтыңыз дейді. Бұл сөздер жаңа бізде мәтінде диалогта кездесті. Сол диалогта біз аудардық балалар. Өздеріңізше тағы да есте сақтау үшін тағы бір қайталап шықсаңыздар болады. Exercise 4. Find phrases in the dialogue which mean. Яғни мағыналары ұқсас сөздерді бір-біріне жазыңыз дейді. Сәйкестендіріп жазыңыз дейді. Мысалы, how can I help you? Бұл жаңағы сізге қалай көмектесе аламын деген сөйлем. Соған мысалға бізде жаңа мәтінде болды. What can I do for you? Мен сіз үшін не істей аламын? Екеуінің мағынасы бірдей ғой. Сол секілді осы жердегі 4 сөйлем берілген, 4 сөйлемдердің мағынасын табыңыз дейді. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Қарап шықсаңыздар болады. Last exercise 5. You are at souvenir shop in the USA. Change the words in color to act out a dialogue like the one in exercise 2A. You can use the souvenirs in the pictures. Яғни балалар, сіздер мысалға Америка құрама штаттарындағы сувенир магазиндесіздер дейді. Сол магазинде тұрғандарыңызды сезіне отырып, екінші жаттығуға қарай отырып, диалогқа қарай отырып, мына сувенирлерді пайдалана отырып, сіздер диалог құраңыздар дейді 5-ші жаттығуда. Осыған қарап құрасаңыздар болады. Мен сізге бір нұсқасын қалдырдым. Осыны жазып алсаңыздар да болады. Немесе өздеріңіз осыған ұқсастырып құрасаңыздар да болады балалар. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де балалар сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басуды, коммент қалдыруды ұмытпаңыз және де каналға тіркеліп қоямыз. See you next lesson.